Кайырлуу күн. Кош келдиңиз. Казак тілін үйрөтүүгө дайынбыз. Ендеше бастайық. Сәлем достар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Сіздер саяхаттағанды ұнатасыздар ма? Ендеше Қазақстанның көрікті жерлеріне бірге саяхат жасайық. Олай болса, достар, видеода көрсетілген сөйлемдерге тоқталып кетейік. Менің биік тауға шыққым келеді. Я хочу подняться на вершину горы. Сенің кең далада жүргің келе ме? Хочешь ли ты походить по нашим степям? Оның ыстық бауырсақ жегісі келеді. Он хочет поесть горячие вкусные бауырсаки. Менің қазақ сахарасын жаяу кезгім келеді. Я хочу пройтись по пустыне казахской земли. Біздің атқа мінгіміз келеді. Мы хотим прокатиться верхом на лошади. Менің Қазақстанға барғым келеді. Я хочу поехать в Казахстан. Достар, бұл жердегі шыққым келеді, жүргің келе ме, жегісі келеді, жаяу кезгім келеді, мінгіміз келеді, және барғым келеді деген етістіктерге мұқият назар аударайық. Бұл жердегі етістіктердің мағынасы я хочу, ты хочешь, мы хотим деген мағынаны беріп тұр. Яғни, бұл бізде қалау рай деп аталады. Қалау рай бұл орыс тілінде желательное наклонение. Қалау рай қалай жасалады? Етістіктің түбіріне ғ, г, қ, к жұрнақтары жалғанып, оған жүктік жалғауы жалғанады. Мысалы, шыққым келеді. Бұл жердегі етістік шығу, у дыбысы түсіп қалады. Шық сөзіне қ жұрнағы жалғанып, оған м, яғни жүктік жалғауының бірінші жағы жалғанып тұр. Яғни, менің шыққым келеді. Тағы да бір мысал, сенің жүргің келе ме? Яғни, бұл жерде сұрақ қойылып тұр. Сұрақ қойылған кезде, алдымен жүргің келе ме? Жүру, түбірі жүру. Бұл жерде у дыбысы түсіп қалады, және г жұрнағы жалғанып, жүктік жалғауының екінші жағы жалғанып тұр. Содан кейін келе ме, яғни ма, ме, ба, бе, па, пе дегендегі сұраулық шылаудың ма шылауы жалғанады. Тағы да бір мысал келтіре кетейік. Мысалы, біздің мінгіміз келеді. Бұл жердегі түбірі міну, у дыбысы түсіп қалады, және де г жұрнағын жалғаймыз. Одан кейін міз, яғни көпше түрі, жүктік жалғауының көпше түрін жалғаймыз. Мінгіміз келеді. Және де достар, бұл жердегі келу сөзі, яғни келеді, сенің барғың келеді, оның барғысы келеді. Яғни бұл келер шақты білдіріп тұр. Енді, мысалы, бұны біз уақытқа байланысты өзгерте аламыз. Мысалы, егер біз өткен шақты айтатын болсақ, онда барғым келді деп өзгерте аламыз. Және де сол сияқты, егер де біз осы шақты айтатын болсақ, менің барғым келіп тұр деп те өзгертіп айта аламыз. Сондықтан бұл келу сөзі айтып тұрған шаққа байланысты өзгере алады. Олай болса, достар, бүгінгі тақырыпқа байланысты берілген тапсырманы орындап көрейік. Мына сөздерді жұптастырыңыз. Достар, енді тапсырманы орындап болсаңыздар, дұрыс жауабымен бірге тексеріп көрейік. Ендеше дұрыс жауабын бірге тексерейік. Таза ауа жұту, балық аулау, қайықпен жүзу, шаңғы тебу, орманда серуендеу, саяхат құру, Парижге бару, тауға шығу.
Сонымен достар, біз бүгінгі бейне сабағымызда саяхаттау тақырыбында қолданатын қазақша сөздерді үйрендік. Сіздер де алдағы уақытта қай елге саяхаттағыларыңыз келетінін қазақша айта аласыздар деп ойлаймын. Егер де ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз болса, астыға пікір қалдыра отырыңыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.